Баршаңызға сәлем, дәмді кеңестер каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен балалық шақтың бал дәмін естеріңізге түсіретін творожный запеканка дайындайтын боламын. Менің каналыма жазылып, видеоны соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Бұл запеканка әрі пайдалы, денсаулыққа балалар өте сүйіп жейді. Ешқандай ұн қоспай, үй жағдайында дайындасаңыздар болады. Запеканкамызға қажетті заттардың барлық мөлшерін мен төмендегі описанияға жазып қалдырамын. Ең алдымен ыдысымызға сүзбемізді салып, оның үстіне 3 жұмыртқамызды, 3 ас қасық қантымызды, 3 ас қасық жармамызды және 3 ас қасық айранымызды салып, кішкене шым-шым тұз қосып, барлық қоспаны блендердің немесе миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Біздің массамыз құрамы біркелкі болғанша араластыра береміз. Бізде нәтижесінде осындай қоймалжың біркелкі масса шығады. Осы массамызды алдын ала сары май жағылған табамызға бір шай қасық манкамызды сеуіп, осының үстіне салмамызды жақсылап құйып шығамыз. Салмамызды табамызға құйып алғаннан кейін алдын ала қыздырылған 180 градустық пеште 45 минут жақсылап пісіреміз. Біздің запеканкамыз дайын болды. Запеканка өте нәзік, әрі дәмді болып шығады. Сіздің балаларыңыз сүйіп жейтін болады. Осыны үй жағдайында дайындап беруге кеңес беремін. Запеканкамызды суытып алғаннан кейін вареньемен немесе сметанамен ұсынсаңыздар болады. Сіздермен бірге болған Қарлыға ас болсын.